Баршаңызға сәлем. Егер сіздер қарапайым әрі дәмді және жылдам торт жасағыңыз келсе, онда бұл рецепт сіздерге арналған. Бұл қарапайым торт өте бюджетке сай және үйдегі бар заттардан жасалынатын торттың бірі. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қарап жасап үйреніңіздер. Ал дайындауға кірсек, бізге 5 жұмыртқа керек болады және 125 грамм қантымызды салып, жай оборотта көпіртуді бастаймыз. Бұл медовый, яғни балды торт. Алдыңғы видеода сіздерге оқтаумен жайып істелінетін түрін шығарған болатынмын. Енді бұл торт өте жылдам әрі тез дайындалатын торттың бірі, яғни медовый торттың бірі. Маған бұл рецепт өте қатты ұнады. Ең алдымен жылдам және өте нәзік болып шығады екен. Көріп тұрғандарыңыздай жұмыртқамыз осылай аппақ болып көпірді. Енді бізге 100 грамм бал керек болады және осындай қалыңдау ыдысқа, асты күймейтіндей ыдысқа салып, балымызды ерітеміз. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде бал да өте аз қолданамыз. Мінекей балда еріп шықты. Енді оған 8 граммдай осындай ас содасын саламыз. 8 грамм дегеніміз 1,5 шай қасықтай болады. Осылай көбіректенеді, абай болыңыздар. Және осы сары түске енгенше жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей карамельный түске енді оттан алып, жұмыртқамызға жаймендеп қосып көпіртеміз бірге. Жалпы балды торттың неше түрлі рецепттері бар, бірақ та осы рецепт маған қатты ұнады. Өйткені бұл рецепт өте жеңіл дайындалады. Және де сіздер қамырды қатырып немесе жайып отырмайсыздар. Бұл торттың бисквиті өте жұмсақ болып шығады. Дайын болды. Енді осыған ұнымызды қосып бастаймыз. Бұл жерде мен, егер де сіздердің весиларыңыз болмаса, ұнды үлкен ас қасықпен 13 қасықтай қосатын боламын. 170 граммдай ұн қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп, яғни ситадан өткізіп, осындай венчикпен араластырамыз. Араларында түйіршіктері қалып қоймау керек. Мінекей дайын болған бисквиттің қамырын мен осындай формада пісіріп алатын боламын. Егер сізде үлкен форма болса, барлығын бірден пісіріп алуға болады, бірақ та мен екіге бөліп пісіруді жөн көрдім. Шамамен екіге бөліп алдым. Енді 170-180 градуста 20-25 минуттай пісіріп алуға болады. Егер де барлығын бірден салсаңыз, ал егер де мен сияқты осындай кішкентай қалыпта салсаңыз, онда бұл өте тез пісетін болады. Енді карамель дайындауға кірісеміз. Карамель дайындау үшін бізге қант керек болады. Қанты ергенше араластырмайтын боламыз. Жайлап осылай шет жақтары көріп тұрғандарыңыздай ергесін араластырамыз. Әйтпесе осындай түйіршік болып қалуы мүмкін. Мінекей қантымыз да қоңыр түсті болып еріді. Енді осыған 50 грамм сары май қосатын боламыз. Және де 80 миллиграммдай сүт қосамыз. Сүтіміз міндетті түрде ыстық сүт болу керек. Барлығын осылай жақсылап араластырамыз. Және соңында тұз салуды ұмытпаңыздар. Карамельді міндетті түрде салқын жерге қоямыз. Сол кезде карамель қоюланатын болады. Мінекей біздің бисквитіміз де дайын болды, пісіп. Енді кремін жасауға кірісемін. Бұл жерде менде заварной крем, яғни қайнатып дайындалған крем. Бұл кремді мен алдын ала дайындап қойған болатынмын. Осы видеоның астына сілтемесін тастап кетемін. Және осы кремге мен
қойылған сүтті, яғни сгущенка қоссаңыздар болады. Жалпы кез келген кремді қолдана берсеңіздер болады. Бисквиттердің бәрі пісіп дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай бисквиттің ортасына осылай бөліп алған болатынмын. Жалпы менде 3 қабат болатын болады тортымыз. Араларына осындай кремімізді жағып шығамыз. Бұл заварной крем болғандықтан ешқандай пропитканың керегі жоқ, қажеті жоқ. Неге екінші қабатында осылай қойып, барлық кремін жақсылап жағып алатын боламыз. Кремді 3 бөлікке бөліп алдым. Неге барлығын жағып, торттың барлық жерін әдемілеп тегістеп алдық. Енді торттың шеттеріне осындай ұнтақтар, яғни крошкаларды сеуіп шығамыз. Егер де сіздер жоқ болса, онда тортты өзіңіз әдемілеп кесіп алып, артықша жерлерін осындай блендермен өткізіп, крошка сесеңіздер болады. Манағы жасаған карамелімізді үстіне осылай әдемілеп өрнектейміз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай менде карамель кішкене сұйықтау. Карамельді салқын жерге қою керек. Сол кезде карамель қататын болады. Бірақ та торттың дәмі өте керемет болып шықты. Отбасыңызға дайындауға, яғни балаларыңызға дайындауға өте керемет торттардың бірі. Өте жасалуы да жеңіл. Сіздерге ұнаған болса, менің каналыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.